міндет той деп айтып кеткен екен. Бүгінгі кеште балапанымызды мінекей сүндет етіп, Дидар мен Перизат есіктің алдына қазақтың салт дәстүрін сақтап, ағайын туысқандардың басын қосып, мінекей дастарханның адалынан, халалынан жасап жатқан екен. Құтты болсын деп тағы да осы ұрып қоясыз. Бұның өз бір өнеге, бұның өз тәрбие жатады. Негізі той жасасаң есіктің алдында жаса деген қазақта. Не үшін есіктің алдында десем, есіктің алдында береке болады деген. Үйге келген әрбір қонақ құт берекесімен бірге келеді екен, есіктің алдында жасаған тойда. Мына айтылған тілектің барлығы осы үйде болады екен. Сізбен біз өзбектің ресторанына барып, әлеулайымды айтып, халелайымды айтып, тілек айтып жүрген сол өзбектің ресторанында қалып кетеді екен ағайындар. Сол шаңырақта. Мінекей, сондықтан мынау Дидарға рахмет, есіктің алдында жасап. Негізі мынау әйелінен бір саты тұратын еркектер тойды есіктің алдында жасайды екен. Бұяқтарда жұмыс осы. Ал әйелінен сәл асамай қалған еркектер тойды ресторанға жасайды екен ағайындар. Өйткені әйел не деп айтады? Қазан ошақ ұстағым келмейді дейді. Иә, қолым күйе болады дейді. Маникюрім бұзылады, педикюрім сынып қалады, андай-мұндай дейді. Сонымен не дейді? Күйеу мақыл-мақыл деп ресторанға барады. Ол ресторанның 80% өзбек ағайындікі. Ал енді 20% қазақтікі, сол өзбек ағайындар тойдап жатқан жайымыз бар. Одан да мінекей құт береке есіктің алдында деп жатады қазағым. Олай болса мінекей осы бүгінгі қуанышқа арнайы келіп, уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңізге, баршаларыңызға Алланың нұры жаусын деп қояйын. Мына енді ортамызда 90-ның үшіне келіп сенгідей өткен үлкен шандай балапанымыздың әжесі бар. Бұл кісі мінекей көп көрген сонау 20 ғасырдың тұяғы, алтын тұяғы. Тілек айтың, тілек. Тос. Шөбереңнің сүндет тойы ғой, давайайды. Бүгін мені емелердің сүндет тойы әрі құлайсы балаңдың. Бұлар баяғыда айтып жүр, күлсең кәріге күл дер. Не үшін кәріге күлесің? Жасың келемес пе десе, күле бер, бәрі сені қуғидамайды бәктерген. Міне, апамның 93-ның жасы берсін деп қойып, бір қошеметтен қояқшы әжесіне мінекей. Шөбересінің тойын көрген мінекей. Бұндайды көрген де бар, көрмеген де бар. Мінекей, 90-ның 8-де шығатқан әжеміздің ақ тілегі ақпарасы қабыл болсын. Ал енді мынау рұқсат болып жатса, ереке, рұқсат болып жатса бір қоянға ақша берсеңіз. Амаша тойлауылдым күнің көрсе, күнді сол айдай сұлу кеңін берсе. Амаша Демнен алып отырайық. Құда биларымыздың айтқан ақ тілек ниеттері қабыл болсын. Олай енді бірінші өмірге әкелген Аллаға рахмет, кейін ата-анамызға рахмет деп жатады қазақтар. Ата-ананың разылығы ол Аллаға деген разылықпен бірдей деп жатады қазағым. Олай болса, осы өмірге әкелген ата-аналардың құрметіне бір әуездан орындап тұрайын. Қабыл алыңыздар, астан алып отырайық кәніге. Neler var? Çalkanın. Her şey ne kadar.
öte quvonchliman. Mına bugün Akgün Qanıjan'ın kuyumuzu yetiştiren başımız Osman Bolu ikinci kurulacak bir sonuçlarıyla bizde akta satan cahil tutacak bir tane